Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Бүгінде әйел атаулысы әскери қызметтен саясатқа дейін, ғылымнан бизнеске дейін түрлі қызмет саласын бағындырып, жетістікке жетуде. Ал кинолог-инспекторлар Ақбота Еңсебаева мен Гүлнұр Асанбай өмірлік таңдаудан қателеспедік дейді. Олардың жануарларға деген махаббаты қоғамға көмектесуге, қылмысты әшкерелеп, қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Нашей специальности біздің мамандығымыздың қоғамдағы рөлі орасан зор. Біз адрология саласы және жарылғыш заттарды іздеу бойынша екі бағытта жұмыс істейміз. Оқиға орнында алдымен кинологтар жұмыс істейді. Бұл уақытты үнемдеп, қылмысты тез арада әшкерелеуге көмектеседі. Кинологиялық қызмет орталығының жұмысы бұл қоғамдық қылмысты ашуға, жаңағы тәртіпті қадағалауға үлкен өз үлесімізді қосып жатырмыз. Бізде кинологияда қазір 45 ит бар. Әр ит өзіне тән мінезі бар. Ол бір-біріне мүлдем ұқсамайды және шатастырып алу ол мүмкін емес. 21 ғасырда қыз баласы өзіне ұнайтын кез келген мамандық түрін таңдай алады. Мәселен, елімізде жеке кәсіпкерлердің 47% әйелдер. Сондай-ақ шағын және орта бизнестің жартысын нәзік жандылар басқаруда. Бұл әйел адамзатының қоғамдағы рөлін айқындай түседі.